Республикалық референдум өткізу идеясы құлақ асатын мемлекет қағидасының жемісі. Президент кешегі ассамблея жиында ата заңның кей тармақтарын түзетпес бұрын халық пікірі ескерілетінін айтты. Яғни бұдан бұлай ел тағдырына қатысты маңызды қадам әуелі қоғам талқысына салынады. Ата заңның 33 бабына өзгеріс енгізіледі. Бұл Конституцияның 1/3 бөлігі. Маңызды құжатты түзету енді парламенттің ғана міндеті емес. Халық пікірі де елеусіз қалмайды. Сол үшін президент референдум өткізуді ұсынды. Референдум Қазақстан Республикасының азаматтарын пікірін біліп, солармен санасып, халықпен санасып жасалған жұмыс. Сондықтан қадірлі отандастар, жаңа Қазақстанның жаңа тарихын бірге жазатын, бірге шешім қабылдайтын, бірге талқылайтын сәт дәл осы сәт. Қазір әлемдегі саяси ахуал шиеленісіп тұр. Қаңтардағы қақтығыста ел ішін елеңдетіп қойды. Басты құндылық бірлік пен бейбітшілік екенін ұғындырды. Ендігі кезекте жаңа бастамалардың жүгін жұмыла көтеріп, күш біріктірген жөн. Конституциямызда біраз өзгерістер енгізілуге жаңағы ұсыным болып жатыр. Осының бәрі сайып келген кезеңде жаңағы айтып отырған бірлігі жарасқан жаңа Қазақстанды құрудың негізгі моделі болып табылады. Қазақстанның халқына тілеген тілегім, ынтымағымыз кетпесін, бірлігіміз кетпесін, осы жүргізіліп отырған саясатты біз қолдау қуаттап, еліміз, жұртымыз тыныш болсын. 130 ұлттың тілі бөлек болғанмен тілегі ортақ. Ол ел тыныштығы мен тұрақтылық. Түрлі этностардың ел дамуына қосып жатқан үлесі де аз емес. Мұндай фактілер толассыз. Ендігі кезекте оларды қазақ тілінде жариялау қажет деді президент. Қазақстан бізге үлкен сенім артып отыр. Біздің өзіміздің тілімізді ұмытпау үшін бізге көп мүмкіншіліктер беріп отыр. Тарихымызды ұмытпау үшін. Осында қазақстандық болғаннан кейін біз оны қолдауымыз керек. Барлық халықты осы қазақ тілін меңгеруге шақырамын. Келер айда ұлттық құрылтай құрылады. Ассамблея жанынан этномедиация оқу орталығы ашылады. Ауқымды өзгерістер кезеңінде жастар да белсенді болуы тиіс. Бірлікті бекемдеудің басым бағыттарын баяндаған президент саяси реформалар жасауда ассамблеяның рөлі зор екеніне ерекше тоқталды. Раушан Сайлауқызы, Бақтияр Омар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.